Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Әзербайжан халқының кутабы деп аталатын тағамын жасаймыз. Ең алдымен бізге ұн керек болады. Ұнымызға жұмыртқамызды қосып, суымызға кішкене тұз қосамыз. Сұйық май қоссаңыздар да болады. Қамырымыз сонда әдемі болып, хрустящий болып шығады. Осылай илеп аламыз. Жақсылап иін қандырып илеп аламыз. Жақсылап илеп пакетке салып алып қоямыз. Міне енді ішіне салатын біз салмасын дайындап жатырмын. Салмасы бізге көк шөптерден жасаймыз. Немесе ірімшік қосып жасасаңыз болады. Міне тұз, бұрыш араластырып, міне осылай жасай берсеңіздер де болады. Немесе мен табаға кішкене май құйып қуырып алдым. Кішкене жұмсақтау болады. Көп қуырмаймыз, бір минутқа жетпей ғана қуырып аламыз. Қамырымызды енді бөлектерге бөлеміз. Өзіңізге ұнаған размерде мен орташа етіп бөліп алдым. Осылай бөліп шығамыз. Бұл тағамның жасалуы өте оңай. Үйде бар продуктыдан, азық-түліктен жасай беруге болады. Дөңгелектеп жайып аламыз. Ішіне салмасын саламыз. Бір немесе екі ас қасық. Енді бір-біріне біріктіреміз. Чебуреки сияқты болады ғой. Жан-жағын қатты жабамыз, немесе вилканың көмегімен басып шығамыз. Ашылып кетпейтіндей етіп. Табаға енді кішкене ғана май құйып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Табаға өте көп май құймаңыздар, кішкене ғана май құйсаңыздар жеткілікті. Осындай алтын түстес болады. Үстіне сары майымызды жағып шығамыз. Барлығын осылай қуырып аламыз. Осылай қуырып аламыз. Қараңыздар, дайын болды. Ортасын бөліп көрсетейін. Дәмі өте күшті болды. Таңғы асқа немесе бестің шайына өте тамаша. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.